Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен осындай өте керемет болып шығатын королевский тортын жасайтын боламыз. Бұл тортты міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдымен осылай жұмыртқамыз бен қантымызды қосып, әдемілеп миксерлейміз. Осы екі қоспа бір-бірімен толық араласып, көлемі 2 есе ұлғайғанға дейін және түсі ақ болғанға дейін миксерлейміз. Одан соң үстіне қаймағымызды қосамыз және ас содасын қосып, әр қарай миксерлейміз. Көріп тұрсыздар, иә, қоспамыздың түсі ақ. Одан соң ұнымызды қосамыз. Бөлек-бөлек қоссаңыздар да болады, немесе бірден қосып жіберсеңіздер де болады. Ұнды електен өткізіп алуды ұмытпаңыздар алдын ала. Одан соң ұнымызды алдымен осылай араластырып аламыз. Себебі ұн шашырап кетуі мүмкін, иә. Одан соң миксерлейміз. Ұн толық кіріскенше тестамызға әдемілеп миксерлейміз. Мына дайын болған тестамызды теңде 2-ге бөліңіздер. Егер көз мөлшерімен есептей алмасаңыз, кәдімгідей таразыға салып 2-ге бөліңіз теңдей. Сол кезде корждарыңыз бірдей болып шығады. Бір қоспаға какаомызды саламыз. Екінші тестамызға жаңғақтарымызды саламыз. Мен мұнда грек жаңғағын және арахисті араластырдым. Осылай әдемілеп араластырып аламыз. Одан кейін какаоны миксерлейміз. Немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады, ешқандай айырмашылығы жоқ. Міне бізде 2 коржымыздың тестісі дайын. Енді табаға саламыз тестімізді. Міне осындай менде табаның астында түбі болмағандықтан мен фольгамен осылай қаптап қойдым. Және тестіні теңдей қылып жайып шығыңыз. Мендегі табамның диаметрі қазір 24 см, 22 см-лікке де істесеңіздер болады. Міне осылай әдемілеп бір текті жайып алғаннан кейін қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Енді қалған 2 коржды дайындауға кірісеміз. Міне жұмыртқа мен қантымызды әдемілеп миксерлейміз. Дәл бастапқы 2 корж секілді істелінеді. Мына ас содасын және қаймақты саламыз. Мұнда айырмашылық тек қана салмасында. Міне осылай әдемілеп араластырамыз қоспаларымызды. Одан соң үстіне ұн салып, әр қарай миксерлейміз. Егер сізде 2 таба болатын болса, бірдей диаметрлі, онда 2 табамен бірден пісірсеңіздер болады. Менде тек қана 1 таба болғандықтан осылай қойып тұрып, бір-біреулеп пісіріп алдым. Соның өзінде ондай көп қатты уақыт кеткен жоқ, себебі корждар 20-25 минут қана піседі. Міне осылай дайын болған тестімізді теңде 2-ге бөлеміз және біреуіне мейіз қосамыз. Араластырамыз мейізбен әдемілеп. Екіншісіне мақ қосамыз. Макпен қосқан тестімізді әдемілеп мақ полный тестіға сіңіскенше араластырып аламыз. Міне осылай. Бізде басқа 3 коржымыздың тестісі дайын. Енді әдемілеп пісіре береміз кезек-кезекпен. Корждар пісіп жатқанда сироп дайындаймыз. Суымыз бен қантымызды осылай араластырып, үлкен отта, қатты отта осылай пісіріп аламыз. Қантыңыз толық еріген кезде сіздің сиропыңыз дайын, оттан алып қойсаңыз болады. Міне біздің бірінші коржымыз дайын, піскен түрі. Жан-жағына егер жабысып қалған болса, мен секілді пышақпен бөліп алсаңыз болады. Міне тез алынады, көріп тұрсыздар. Астындағы фольгасында тез алып тастайсыз осылай. Бұл торт өте дәмді болып шығады, қыздар. Жасап көріңіздер. Міне біздің бір коржымыз дайын. Енді екінші коржды, басқа корждардың барлығын дәл солай пісіріп аламыз. Міне алдымен теңдей қылып жайып шығамыз жан-жағына. 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Корждарымыз пісіп жатқан уақытта енді сиробын дайындадық, енді кремін дайындаймыз. Міне салқын кілегейге қант ұнтағын және сүзбелі ірімшікті салып, үшеуін әдемілеп миксерлейміз. Миксердің жылдамдығы орташа жылдамдықта. Менде 2-де тұрды. Міне осылай 4-5 минут уақыттарыңыз кетеді. Кремдеріңіз дайын болғанда кондитерский мешокқа салып дайындалып қойыңыздар. Міне бізде екінші корж дайын, үшінші коржымыз дайын. Барлығы бірдей уақытта піседі. Және төртінші коржымызды міне осылай саламыз тоже.
барлық корждарың пісіп болғаннан кейін корждар бөлме температурасына жеткенде сиропты құямыз үстіне. Бұл пропитка бізде, корждарымыз құрғақ болып қалмас үшін тортымыз. Сироп пен корждың температурасы бірдей болуы тиіс. Корж ыстық немесе сироп ыстық болмауы тиіс. Міне осылай пропитканы барлық коржға құйып, сіңдіріп қоямыз. Сіңдіруге жарты сағат, 1 сағат берсеңіздер болады. 1 түн берсеңіздер тіптен керемет. Мен бірақ мұнда тек қана 20 минут қана бердім. Соның өзінде өте керемет торт болып шықты. Одан соң енді тортымыз жинауға кірісеміз. Егер сізде менікіндей қалып болмаса, ештеңе қылмайды. Тек қана теңдей қылып, әдемілеп, тегіс қылып жинасаңыз болғаны. Міне осылай бір коржымыз салдық. Одан кейін креммен жағып шығамыз. 3 қасық крем жеткілікті, 2,5 қасық салсаңыз да болады. Екінші коржымыз бізде какаомен корж. Міне осылай жағып шығамыз. Әр корждың арасына крем. Міне енді мейізбен коржымыз кетті. Оның үстіне тағы да креммен тегістеп шығамыз. Ең соңында макпен корж кетті. Ең астында жаңғақпен корж. Міне осылай тортымызды 2 сағатқа қойып қоямыз. Мен де мұнда тоже 2 сағатқа қойған жоқпын, только жарты сағатқа қойдым. Себебі папамның туған күніне істеліп жатқан торт болатын, менде уақыт болмады. Міне осылай енді кремімізбен тегістеп шығамыз торттың бетін. Шпательмен тегістесеңіздер болады, немесе болмаса қолыңызда ондай ештеме қасықпен тегістесеңіз болады, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Міне осылай әдемілеп тегістеп болғаннан кейін өзіңіздің қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен бұлда вафельный крошки пайдаландым. Сіздер жидектер қолдансаңыздар болады, әртүрлі топперлер қолдансаңыздар болады, шоколадтар қолдансаңыздар болады, өзіңіздің қалауыңызша қарай. Міне одан кейін кондурин қолдандым мен, алтын түсті сепкіш. Әдемі көрінеді, өте әдемі көрінеді кондурин осылай сепкен кезде. Міне бізде осындай әдемі торт шықты. Кез келген жерге ұялмай алып барасыздар. Үйлеріңізде істесеңіздер тіптен керемет болады. Уақытыңызды көп алмайды мүлдем. Үйде міндетті түрде істеп көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Ас болсын.